мекемесі оқушыларға кәсіби бағдар беру ісімен айналысады. Мен сол комбинатта директордың оқу өндірістік ісі жөніндегі орынбасары Балзия Маналовамын. Бізде шаштараз шебер мамандығы 9-10, 11 сынып оқушыларына осы кәсіпке деген бейінін, қабілетін анықтату жұмыстарымен қоса кішігірім дағдылар қалыптастырумен айналысады. Балзияның қожа қиынтық звук жоқ. Астында аптасына бір күн 4 сағатқа ғана. Сол себептен біздің бағдарламамыздың аумағы қысқартылған. Шаштараз шебер мамандығы күтімі, бояу, күтімімен ғана білім беріп, сол бағдарламаның бойындағы қабілеттерін анықтатуда. Осыған орай біз сіздерге шаштараз кәсібі теориялық, практикалық және шебер сыныбын ұсынғалы отырмыз, ал сіздерден ұсыныстар күтеміз. Олай болса, қазір сіздер бізде шаштараз шебер мамандығының мұғалімі Жантаева Ақеркенің сабағын қатысып көріңіздер, ал сіздерден ұсыныстар күтеміз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Түркістан облысы Сайрам ауданы білім бөліміне қарасты оқу өндірістік комбинаттың шаштараз шебер кәсібі мұғалімі Жантаева Ақерке Жандарбекқызымын. Сіздерге бүгінгі ұсынғалы отырған сабағым онлайн, яғни теориялық сабақ түрі. Бұл бізде 10-шы сыныптарға арналған сабақ жоспары. Яғни сабақтың Сабағымыздың тақырыбы шаш бояу құралдары және оларды пайдалану әдістері мен техникасы деп аталады. Бірінші сабақты ұйымдастыру кезеңінде оқушыларды тізім бойынша түгелдейміз, сыныптың ауқалын байқаймыз, оқушылардың құрал саймандары мен сабаққа дайындығын тексереміз. Содан кейін барып сабақты бастаймыз. Мен бұл сабақ жоспарында, яғни оқушыларға шаш бояу құралдарымен таныстырып, қандай құралдар пайдалануға болады, оларды қандай реттілікпен пайдалану керек, және оларды пайдалану кезінде қандай техника қауіпсіздік ережелері мен гигиеналық талаптарды сақтау керектігін ескертіп өтетін боламыз және үйрететін боламын. Сабақтың екінші кезеңінде үй тапсырмасын тексеру. Яғни бізде өткен сабақта шаш жуу тақырыбы болған. Сол бойынша оқушыларымыз өздеріңіз көріп отырғандай үй тапсырмасын шаш жуу мақсаты және шаш жуу түрлері деген кестені толтыру керек болады. Сабақ өту барысында мен осыны параққа шығарып, оқушылардың әрқайсысына таратып беретін боламын. Оқушылар осы кестені толтырып береді. Кез келген сабақты бастамас бұрын біз электр құралдарымен, бояулармен және басқа да құрал саймандармен жұмыс жасайтын болғандықтан техника қауіпсіздігін қайталап өтуіміз қажет. Бояуды дұрыс таңдауымыз қажет, қолғап киюіміз қажет, клиентке арнайы жағалық немесе орамал тағуымыз қажет, бояуда құрғақ шашқа жақпау, бояуды бет терісіне және көзге тигізбеу қажет, міндетті түрде бояған кезде желім, яғни пластмасса құралдар пайдалану керек. Бояу уақытында, яғни таймер қойып, уақытқа ерекше көңіл бөлуіміз керек. Қазір сіздерге жаңа сабақты бастамас бұрын ой түрткі және мағынаны тану ретінде қысқаша бейнеролик ұсынамыз.
Жоқ, сөйлеп жатқан жоқпыз. Вот мына сіздің сабағыңыз болған. Аға, сіз өзіңіз сабағыңызда. Бейнероликте тамашалағандарыңыздай, бүгінгі сабағымыз, яғни шаш бояу түрлері болғалы тұр, және оған пайдаланылатын құралдар, олардың пайдалану реттілігі. Нәзік жандылар, түрік келбетін бірінші осы тақырыпқа жауап берейік, не үшін шашты бояу қажет және не үшін бояйды. Нәзік жандылар түрік келбетін жиі өзгерткенді ұнатады. Мұндайда әсіресе шаш көп сынға ұшырайды. Қиюда айтпағанда, әйел заты шашты жиі бұйралайды, түзулейді, өзгертеді. Сондай өзгерістердің қарапайым әдісі ол шашты бояу. Шашты бояуды үй жағдайында да, сұлулық салондарында да жасауға болады. Шаш бояуының жалпы екі түрі бар: табиғи және химиялық. Табиғи өзімізге байырғы заманнан белгілі басма және хнаны жатқызуға болады. Ал химиялық бояулардың түрлері өте көп. Шаш бояу қарапайым тәсіл болғанымен ескертетін жағдайлар өте көп. Бояуды дұрыс таңдау ең маңызды мәселелердің бірі. Оның себебі көп адамдарға шашының табиғи түсі ұнамайды және шашқа ақ түседі. Шаштың түсі көп нәрсені өзгертеді. Бояу дұрыс таңдалмаған жағдайда ұсақ әжімдер мен дақтар бірден байқалатын болады. Ал дұрыс таңдалған жағдайда адамның көзі жарқырап, беттің реңі ажарлана түседі. Шаш бояуын таңдауға ерекше мән берген дұрыс. Шашыңызды бояу ойыңызда жүрсе, шашыңызды боярдан кемінде 1-2 күн алдын шашыңызды жумаңыз. Яғни бояу кір шашқа жақсы сіңеді. Сонымен қатар шаштың түбі қорғаныс қабілетін осы кезде арттырады және бояу құрамындағы зиянды заттардың әсерін кемітеді. Анығында боялған шашты арнайы шаш кептіретін фенмен көмегімен құрғатудың қажеттілігі жоқ. Себебі шашты бояғанда көбірек ылғалдандыруды мұқтаж етеді. Егер сіз бұған аса мән бермесеңіз, бояудан кейін жуылған шаш феннің көмегімен еуі мүмкін. Қашанда боялған шаштың түсі әлсіреп кетпес үшін арнайы шайғыш кондиционерлер немесе маскалармен жуып отырған жақсы. Сіз қандай да бір жартылай тұрақты бояғышты сатып алғыңыз келсе, шашты бояғаннан кейін жұмсақ кондиционерді пайдалануыңыз қажет. Енді оқушыларға негізгі шаш бояу құралдарын таныстырып өтейін. Пеньюар, яғни арнайы оралғы. Оны өзіміз барлығымызда білеміз. Шаштараздың негізгі құралы болып есептелінеді. Адам үстіне жабатын, яғни киімді сақтайтын орамал түрі, яғни арнайы жамылғы. Екінші жағалық, ол клиенттің жағасына қойылатын бұйым. Үшінші клеенкадан жасалған немесе резинкеден жасалған қолғап. Төртінші тарақтар, тарақтардың әр түрі. Бесінші щетка, арнайы қылтықша щетка дейміз. Алтыншы желім табақшалар. Жетінші шаш қыстырғыш бұйымдар, яғни бояп болғаннан кейін шаш жинап қоятын. Және міндетті түрде уақыт межесін белгілеп отыратын таймер немесе сағат болуы шарт. Шаш бояуды құралдарды пайдалану реттілігі мен ережесі. Бұл жерде біз пеньюарды киім міндетті түрде жамылғамен орауымыз керек. Ол адамның киімі былғанбауы үшін. Одан кейін жағалық, яғни жағаға арнайы бұйымды жағып қоямыз. Ұсақ және ірі тарақтар шашты боямас бұрын, айттым ғой, жуылмаған шашқа жағу керек деп, шашты боямас бұрын ұсақ және ірі тарақтармен тарап аламыз. Сосын бояуды қашанда шаштың түбімен шыққан дұрыс. Жағу барысында шашқа бояу біркелкі жақсы жағылуы үшін үстіне біз майда тарақтармен тарап отырамыз. Щетка, ол міндетті түрде қажет нәрсе, ол бояуды біркелкі түбіне шейін жағып отыру үшін. Және бояу араластыратын табақшалар. Шашты бояп қойғатын жинайтын қыстырғыштар. Өздеріңіз мына суретте көріп отырсыздар, міне әртүрлі ненің түрі, тарақта
тарақтардың түрі, щеткалардың түрі және табақшалар. Tamam, basayım. Dawson basayım. Және шашты бояу кезінде құрғақ шашқа жағу міндетті және уақытына аса көңіл бөлу керек. Шашта бояуды ұзақ ұстаған, ол шашта бояу көп тұрады, немесе жақсы боялады деген түсінік емес. Сол үшін қашанда сол қорапшадағы уақытқа қарап бояп отыруымыз керек. Және қорапшадағы екі затты, яғни сұйытқыны жақсылап араластырып, шашқа жағамыз. Болғаннан кейін шашқа міндетті түрде бағанағы видеода көргендей пленка кигізіп, жақсылап жылы суда бояуы біршама кеткенше жууымыз керек. Енді оқушыларға сабақ түсінікті болса, өздерінен сұрақ сұраймыз міндетті түрде. Егер оқушылардың қажетті тағы да сұрақ білгілері келген сұрақтары болса, жауап береміз. Ал жаңа сабақты пысықтау ретінде, яғни қорытындылау ретінде мен мынау алақан 5 саусақ немесе алақан әдісі бойынша тексеремін оқушылардың сабағын. Бұны да арнайы парақшаларға шығарып, оқушыларға таратып беретін боламын. Олар мынау 5 саусақ әдісі бойынша шаш бояу құралдарын осы жерге тізбектеп түгелдей етіп жазып беру керек. Ал екінші пысықтау, яғни қорытындылау сабағы ретінде балық қаңқасы дегенді ұсынып отырмын. Балық қаңқасына оқушылардың сол шаш бояу құралдарының пайдалану реттілігі және онда сақтанылатын техника қауіпсіздігін жазып шығу керек. Яғни шаш бояудың басынан бастап шаш боялып біткенге дейінгі жұмыс іс-әрекеттерін көрсетіп беретін болады. Соған қарай бағалау жүргізіледі. Білімді бағалау рефлексия парағын толтыру арқылы жүргізеді. Өйткені мен оқушыларға таратқан парақта мен білемін, мен үйрендім, мен үшін жаңалық деген кесте тарқатылады. Сол кестеде мен оқушылардың өз ойын біліп отыратын боламын. Бүгінгі сабаққа шейін мен білетін едім деген сұраққа жауап береді. Екінші, бүгінгі сабақтан мен үйрендім деген өздерінің ойларын білдіреді. Үшінші сабақта мен үшін жаңалық. Бұл әрі кері байланыс ретінде пайдаланады. Олардың білмегендігін, олардың мен үйрендім, мен үшін жаңалық деген білмеймін деген мәліметтерін келесі сабақтарда ескере отырып, соған сұрақтарға жауап беріп, және қосымша мәліметтер беруге тырысатын боламын. Ал үйге тапсырма осы бойынша берілетін болады. Бояу және түс таңдау туралы қысқаша мәлімет жазып келу. Қажеттерін осы сабақ барысында оқушылар конспекттеп өздерінің дәптерлеріне жазып отыратын болады. Бүгінгі сабағымызды осымен қорытындылаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, мінекей сіздер Жантаева Ақеркенің 1 сағаттық теория сабағымен таныстыңыздар. Мен жоғарыда сіздерге айтқан болатынмын, оқушылар бізге аптасына бір күн 4 сағатқа ғана келеді. Сол 4 сағаттың 1 сағаты, яғни 40 минуты осындай теория сабағы өтіледі. Ары қарай 3 сабағы бізде практикалық жұмыспен жалғасады. Яғни бүгін бұлар шашта бояумен, оны бояу әдістері техникасымен танысты ма, қалған 3 сағатында сол жердегі кәдімгі манекенде олар жұмыс жасайды, шашты бояйды, құрғатады, жағылатын маскалері болса жағады. Сол күнгі оқушылардың біліп кететін білімі шаш бояу, оның құралдарын пайдалана білу және әдісі мен техникасын үйрену болып табылады. Енді әріптестер, біз колледжден қатысып отқан әріптестерімізге айтатынымыз, бізде ауқымымыз бағдарламамыздың кішкентай болғандықтан, одан кейін мектеп оқушылар келетін болғандықтан, бұл кәсіптің кішкене ғана алғашқы білімін береміз. Ал егер де сіздер бізге айтатын ұсыныс, пікірлеріңіз болса, біз оны
құптап тыңдап, соны енгізіп, солай жұмыс жасауға тырысамыз. Алдағы уақытта қазірде сіздерден ұсыныстар мен пікірлер күтеміз. Әдемі, бәрі жақсы. Пікірлеріңізді жазба түрінде қалдыруға да болады. Олай болса, осы іс-шарамызды жабық деп есептейік, шыға беруімізге рұқсат. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.